Сәлем достар, бұл мен Нурка, сіздермен бірге. Ой, сәлем достар, бұл мен Нурка. Бүгін біз екінші частын түсіретін боламыз. Мейірімді анасы мен ерке қызы, өте ерке болып кеткен қызын түсіретін боламыз. Және де маған лайк басты тіркелді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ой, бұл қызым құс қойыпты ғой. Қызым, арақтан құстың арақ ішпеші дедім ғой мен саған. Жүр екінші этажға. Барып демаларшың. Мен саған ұрыспаймын. Мен сүртем сен қысығында. Қызым, мен саған арақ ішпеші дедім ғой. Сен неге ішесің? Неге ондай қыз болдың? Мен сені бекер еркелетіппін. Неге мен жаман анамын? Мен саған тәрбие бермеппін. Әрен жуып біттім ғой. Кеттім, екінші этажға барайын. Ойбай. Мам, ақша берші. Қызым, менде ақша бітті, жоқ болды. Бер деймін ғой мен саған ақша. Жоқ менде. Мама. Ау, не? Мен саған ақша тауып үшін тырысып жұмыс істеп жүрмін ғой. Ақшам бітті бүгін. Ой, кетші бар. Мен қандай жаман анамын. Қызыма ақша тауып беру керек. Бопты, көшедегі адамдардан сұрамасам. Так. Ана үйдегі адамдан сұрап көрейін. Мына жерде тәте тұр екен. Мен немнің алдында сұрап көрейінші. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған ақша бере тұрасыз ба? Қызыма керек еді. Жақсы. Рахмет көп-көп. Сау болыңыз. Алақай маған бір сөмке ақша берді. Қызым, кел, бізге бір сөмке ақша берді. Қанша? Бір сөмке деп тұрмын ғой. Рахмет. Мен кеттім. Аха. Мәсіған жартысын барлығын ақшаны алып кетті ғой. Қызымнан жарты ақша сұрау керек еді. Больницаға барып қаралу керек екен. Мен қызым жүрегі мені алаңдамашы, мен ракпен ауырамын. Ой, бұл уже 2 сағат болды ғой. Қызым қайда екен? Қайда қаңғырып жүр? Мәсіған тағы да қызым арақ ішкен ба? Мен келдім. Ужас. Қызым, саған не болған? Неге сен арақ іше бересің? Өзім білем. Ай, жүрегім ауыр жатыр. Ай, жүрегім ауыр жатыр. Жүрегім. Не? Мен қаяқтамын? Дәрігер. Мен қаяқтамын? Дәрігер, маған не болды? Сіз ракпен ауырады екенсіз. Сізді тақыр бас қылдырамыз. Не? Жоқ. Мен тақыр бас болғым келмейді. Мен қызым мені ойласа жүрегі ауырады ғой. Жарайды, енді басқа амал жоқ, тақыр бас қылдырыңыз. Ай. Қызым. Мен келдім. Анашым, сізге не болды? Қызым, мен негізі ракпен ауырам, мені тақыр бас қылдырып, басымды алып тастады. Анашым, мен кешіріңізші, мен екінші рет бұлай қайталамаймын. Жақсы, іштен етпейді. Енді менің өмірімді түсінген шығарсың. Иә, түсіндім. Енді екінші ананы етіп қайталаушы болма. Жақсы. Ал достар, осымен мені видеом аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осы екінші бөлім соңғы
соңғы бөлім болды. Ал енді келесі видеода кездескенше.